Қайырлы күн, мейлінше оқырмандар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен үйіңізден ақша үзілмес үшін жасалатын техникамен бөлісетін боламын. Ең алдымен үйдің тазалығына мән беріңіз. Ескі заттардан, 1-2 жылды киілмеген киімдерден тазалап отыру керек. Үй, ас үй және де әжетхана әрдайым шаң тозаңнан таза болғаны жөн. Үйде дастархан басында ұрыс шығармау керек. Өйткені 40 күнді берекені алады. Түнде үстел үстінде пышақ, бос ыдыс, әмиян, кілт қалдыруға болмайды. Сіздерге осы керемет техникамен бөліскім келеді. Үйіңізден ақша арылмасын десеңіз, ас бөлмеде шкафтың ішінде осындай шайдың қораптары немесе осындай бір қорап аласыздар. Ішіне бір уыс күріш саласыздар. Мен ішіне бір уыс күріш салып қойдым. Енді осы біз ішіне салған күрішімізді оның үстіне 5 теңгелік немесе 50 теңгелік, 500 теңгелік әр айлық алған кезде осылай ақша салып отырамыз. Қазір менде 50 теңгеліктен екен, сол үшін 50 теңгеліктерін саламын. Кейін 500 теңгеліктерді салып қоямын. Бұл дегеніміз үйге ақша түскен кезде біздің ақшамызды, несібемізді арттырып отырады. Түрік сериалдарында да көрген болсаңыздар, олар ақшаларын ас үйде сақтайды. Қарап көрсеңіздер, шынымен ас бөлмеден тыққан, жинаған ақша алып шығып жатады. Осылайша сіздер де осындай техниканы жасап көріңіздер. Нәтижемен бөлісуді ұмытпаңыздар.